2026 жылғы Қазақстанда кәсіпкерлердің ең үлкен індеттерінің бірі, ауруларының бірі өкінішке орай қарыздар. Оптовиктің алдындағы қарыз, банктің алдындағы қарыз, клиенттің арасындағы бір-біріне алатын берісетін қарыздары көп. Ол қарыздар дұрыс басқарылмағандықтан, дұрыс игерілмегендіктен, финансовый учеттың дұрыс болмағандықтан, ол сол нарықта жүрген барлығына әсер етеді. Ол барлығына финансовый қиындықтар туындатады. Оған негізгі себебі мен оптовый сегментте жүрген кәсіпкерлерді кінә, яғни менде оптовый сегментте болған екен, менде ол нәрсені қазір доғардым, бірақ кінәнің барлығы сол оптовый сегментте жүрген кәсіпкерлерді деп санаймын. Неге? Өйткені олар өздерінің дилерлеріне қарызға беріп үйретіп тастаған. Дилер бірінші рет алады, расчетін жасайды, дұрыс, екінші рет расчет жасайды, үшіншіден кешіктіреді, оған көз жұма қараймыз, өйткені бізге обороттың болғаны дұрыс, оптовый ретінде үстемізде жаңағыдай ол финансты дұрыс басқару білмегендіктен ол жаңағыдай қарызға ала береді, біз бере береміз. Соның есебінен біз дилерлерді қарызға жұмыс істеуді үйретіп қоямыз. Яғни олар кез келген мәселені бастарымен емес, қарызбен шешуге тырысады. Банктың алдында болсын, клиенттің алдында болсын. И соның есебінен ол дилерлерде қарыз көбейеді. Ол бір оптовиктің алдында қарызы көбейгеннен кейін оған бара алмайды, өйткені бермейтінін біледі, басқа оптовикке барады, тура сол система, тура сол қайталана береді. Айналып келген кезде дилерлерде кассовый разрыв, оптовиктерге оборотқа ақша жоқ. Сондықтан да біз осы мәселені оптовый сегментте именно кәсіпкерлерден бастауымыз керек, қарызды доғару керек болады.